Елдегі жағдай ушыққаннан кейін Франция королі Людовик күйеу баласы Австрия императоры Леопольд екіншінің қорғауына жету үшін елден қашады. Бірақ оларды жолда ұстап алып Парижге қайтарады. Корольдің және оның әйелінің Австрия империясымен туыстық қарым-қатынастары революционерлерді алаңдатты және тектен тек емес. Австрия мен Пруссия француз революциясын айыптайтын құжат қабылдайды. Бұл соғыс ашуға себеп болды. 1792 жылы француз революциялық армиясы Австрияға тиесілі Нидерландыға әскерін кіргізді. Осылайша бірінші коалиция соғысы басталды. Франция жеңіске жетті. Бірақ оның бір қарсыласы Британия бітім келісім шартына қол қоюдан бас тартты. Франция соғыс қимылдарын әрі қарай жалғастырып, Нидерланды жерінде Батав республикасы атты қуыршақ мемлекетті құрды. Ресей қосылғаннан кейін екінші коалиция соғысы басталды. Бірақ Франция тағы да жеңіске жетеді. Францияның өзінде революцияға қарсы шыққандардың барлығы жойылды. 1792 жылы Людовик 16 тақтан түсіріліп, Франция республика болып жарияланды. Кейін ол сотқа тартылып, халық жауы ретінде басы шабылды. Бір айдан кейін оның әйелінің де басы шабылды. Осы кезеңде жалпы саны 41 мыңнан астам адам гильотин арқылы өлім жазасына кесілді. Елдегі билік Максимилиан Робеспьер бастаған қоғамды құтқару комитетіне тиесілі болды. Кейін Робеспьердің өзі де атылып, тұрақтылық орнады. Билікті директория қолына алды. Директория билігі 5 жылға созылды. 1799 жылы генерал Бонапарт билікті басып алып, өзін консул жариялайды. Наполеон Бонапарт жас кезінен бастап-ақ өзінің әскери қабілеттерімен танымал болды. Ол Тулон түбінде британдықтарды жеңді және Италияға сәтті жорық жасады. Бірақ сәтсіздікке ұшыраған кездері де болды. Мысалға, оның Осман империясы құрамындағы Египетке жорығы. Наполеон Египет арқылы Британияның Үндістан жеріндегі отарларына шыққысы келді. Бірақ ол Осман-Британ біріккен әскеріне қарсы тұра алмады. Елге қайтқасын ол реформалар жүргізе бастады. Шенеуніктер мен әскерилер өз шендеріне тегіне қарап емес, қабілетіне байланысты қойылатын болды. Республикаға жақсы қызмет жасаған адамдар үшін қасиетті легион ордені марапаты берілді. Әскерде де үлкен өзгерістер орын алды. Жаңа француз армиясы әскер қатарына шақырылған адамдардан тұрды. Бұйрықтарды жеткізу жүйесі құрылды. Армияда індеттің таралуын тоқтата алатын медиктер болды. Азық-түлік тапшылығы сезілмес үшін логистер жұмыс жасады. 1804 жылы Наполеон император титулын алып, республика құлады. Келесі жылы ол өзін Италия королімін деп жариялады. Лезде Францияға қарсы жаңа коалиция құрылды. Үшінші коалиция соғысы басталды. Наполеон өзінің басты қарсыласы Британияны соғыстан шығаруды ойлады. Сол үшін ол Францияның солтүстігіне үлкен әскер алып келді. Бірақ Британ аралдарына жету үшін оған корольдік флотты жеңу керек болды. Соғысты қаржыландыру үшін Наполеон Луизиана жерін ақш-қа сатып жіберді. Ең қызығы, ақш ақшаны Британия банкінен алды. Яғни Британия өзіне қарсы соғысты өзі қаржыландырып отыр. Бірақ 1805 жылы Трафальгар түбіндегі шайқаста испан-француз флоты жеңіліс тауып, мұхит түбіне кетті. Наполеон әскери қимылдарды құрлыққа көшірді. Әскер қасиетті Рим империясына қарсы жорыққа шықты. Венаға жетпей, француздар Австрия әскерін талқандайды. Шегінген Австрия әскерлері патша Александр I басқарған орыс әскерлерімен бірікті. Наполеон қулыққа барды. Ол өзінің әскерін жауларға кішкентай етіп көрсетеді. Жаудың аздығын байқаған коалиция әскерлері бірден шабуылға шықты. Осылайша Аустерлиц түбінде Наполеон өзінің ең ұлы жеңістерінің біріне жетеді. Австрия тізе бүгіп, Наполеон қасиетті Рим империясын таратып жібереді.
жаңа француз қуыршақ мемлекеті Рейн одағы құрылады. Бұл Пруссияға ұнамай, төртінші коалиция соғысы басталады. Франция тағы да жеңіске жетеді. Соғыс нәтижесінде поляктар тәуелсіздік алып, Пруссиядан бөлініп шығады. Осы кезеңде Наполеон Еуропаның тең жартысын өз бақылауында ұстады, бірақ Британия әлі де түзе бүкпеген болды. 1807 жылы Наполеон Британия одақтасы Португалияға соғыс жариялады. Португалия короліне Бразилияға қашуға тура келді. Кейін Наполеон Испания тағына өзінің інісі Жозефті отырғызады. Британдықтар Португалияға әскер кіргізіп, соғысқа көмектеседі. Бір жылдан кейін австриялықтар есін жиып, 5-ші коалиция соғысын бастайды. Франция жеңіске жетіп, мына жерлерді өзіне қосып алады. 3 жылдан кейін Ресей империясы Британияға қарсы блокадаға қосылудан бас тартады. 1812 жылы Наполеон 500 мыңдық әскермен Ресейге басып кіреді. Наполеон бірнеше шайқастарда жеңіске жетіп, Мәскеуді алады. Орыс әскері қаланы өртеп тастап кетеді. Қыс түскеннен кейін француз армиясы аштық пен аязға шыдамай әлсірей бастайды. Наполеонға кері шегінуге тура келді. Еуропаның ұлы мемлекеттері бірігіп, Наполеонға қарсы 6-шы коалиция соғысын бастайды. Осы жылы коалиция жеңіске жетеді. Орыс әскері Парижді алады. Испания тәуелсіздігін қалпына келтіреді. Наполеон тұтқындалып, Эльба аралына жер аударылды. Франция қайтадан корольдікке айналады. Таққа Людовик 18-ші отырады. Бірақ Наполеон айдауда көп болмады. Тұтқыннан қашып, ол Парижге қайтып келеді. Қорыққан король бірден Британияға қашады. Наполеон император тағын өзіне қайтарады. Коалиция мемлекеттері тағы да бірігіп, соғысты бастайды. Осы жолы коалиция түпкілікті жеңіске жетеді. Наполеон Ватерлоо түбінде өзінің ең үлкен әрі ұлы жеңілісіне ұшырайды. Ол енді Әулие Елена аралына айдауға жіберіледі. Осы аралда ол өз өліміне дейін, яғни 1821 жылға дейін болады. Жеңген коалиция мемлекеттері Венада конгресс өткізіп, Францияны барлық жаулап алған жерлерінен айырады.